Қаншама адамды өзіне ғашық қылған хит меренговый рулет рецебін сақтап алыңыз. Ақуызға шым-шым тұз қосып, миксермен араластырып отырып, қантты қасықпен қосып отырып, масса формасын ұстайтын болғанша және қант толық ерігенше араластырамыз. Сосын лимон шырынын қосып, тағы миксерлейміз. Міне осындай мықты масса болуы керек. Енді жүгері крахмалын електен өткізіп қосып, лопатамен астынан үстіне қарай араластырамыз. Қағаз төселген противенге тік төртбұрышты етіп жағып аламыз. Шамамен биіктігі 1-1,5 см болатындай жағамыз. Алдын ала 150 градуста қызып тұрған пешімізде 40-45 минут пісіреміз. Кремге сүзбелі ірімшік, қантты ұнтақ және 33% кілегей қосып қоюланғанша араластырып аламыз. Енді кремді жағып, ортасына кез келген жеміс жидектерді орналастырып, рулет етіп ораймыз. Үстіне әдемілеп крем сығып, әсемдейміз. Ең жұмсақ, ең сәтті әрі тәтті меренговый рулет. Міндетті түрде жасап көріңіз, лайк басып, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ас болсын.